Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді болып жасалатын түрік баклавасын дайындаймыз. Керек заттар: ұн, пісте май, сүт, 1 чайный ложка тұз, 2 жұмыртқа және де ас содасы мен уксус қажет. Яғни ас содасын 1 чайный ложкамен уксуспен гаситетіп араластырып, одан кейін жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосып илейміз. Қамырымыз жұмсақ және де қатты жұмсақ емес, қатты емес болып илеп шығамыз. Қамырымызды илеп болған соң холодильникке 2 сағатқа қоямыз. Одан кейін жаңғағымызды майдалап езіп аламыз. Мен осылай оқтамен езіп шықтым. 2 сағат өткен соң барып қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерге бөлінген қамырларды дөңгелектеп шығамыз. Ал енді қамырларымыздың барлығын осылай дөңгелектеп алдық. Енді барлығын бір шетке қойып, барлығын шетінен бастап жайып бастаймыз. Жеке-жекелеп, бір-бірлеп жайсаңыздар да болады. Немесе бір-бірінің үстіне қамырды көп, мысалы 2 немесе 3 қамырды қою арқылы да жайсаңыздар болады. Біздің қамырларымыздың арасы жайған кезде жабысып қалмас үшін кукуруз крахмалын себу арқылы осылай жайып отырамыз. Молынан сеуіп тұрамыз, арасы жабысып қалмайды сол кезде. Қамырымыздың қалыңдығы өте жұқа болуы қажет. Және арасы кішкене тесіліп немесе жыртылып кеткен жағдайда ештемсе қылмайды. Қамырды біреулеп жайған маған ұзақ болып кеткеннен кейін барып, мен осылай 3 қамырды бірден алып, арасына крахмалды себу арқылы үстіп жайып шықтым. Одан кейін маған осы жайған ұнап қалды. Барлық қалған қамырларымның барлығын осылай жайып шықтым. Кейін осылай сәл жұқарғаннан кейін барып, кішкене қалған кезде жеке-жекелеп алып, тағы да жайып шықсаңыздар болады. Арасына крахмалды жақсылап сеуіп тұрыңыздар, сол кезде бір-біріне жабысып қалмайды. Осылай барлық қамырларымызды жұқалап жайып болғаннан кейін барып, барлығын бір-бірінің үстіне осылайынан қойып шығамыз. Яғни менде 16-17 слой болды. Осылардың барлығын бір-бірінің үстіне бірдей қылып қойып шыққаннан кейін барып, оның үстіне табамызды қойып, өлшемін алып, кесіп аламыз. Осылай табамызды өлшеп кесіп болғаннан кейін қамырларымыздың шетін біз тастап жібермейміз, ол бізге қазір қажет болады. Яғни осы слойка қамырларымыздың арасына салып жібереміз. Табамызды майлап алып, енді қамырларымызды бір-бірлеп қойып, әр қамырдың арасына еріген сары майымызды жағып, осылай слойкаларымызды қойып шығамыз. Төрт-бес қатар қамырымызды қойып шыққаннан кейін барып, жаңағы қалып кеткен шетіндегі остаткілерді осылай сәйкестендіріп қойып шықсақ болады. Осылай сәйкестендіріп қойғаннан кейін үстін бір майлап жіберіп, тағы да бүтін қамырымызды үстіне қоямыз. Одан кейін барып, тағы да осының үстін майлаймыз. Содан кейін барып, жаңғағымыздың жартысын осы бетіне сеуіп шығамыз. Кейіннен барып, тағы да 2-3 слой үстіне бір-біріне май жағу арқылы осылай 2-3 слой қамырды қоясыздар. Одан кейін барып тағы да бір рет қалған жаңғақты салу арқылы саласыздар. Одан кейін барып қайтадан үстіне қалған қамырларды слой-слой қылып қойып, одан кейін үстіп қамырларымызды 4 бөлікті қылып кесіп шығамыз. Қамырларымызды кесіп болғаннан кейін қалған майды осы бетіне жағып, бірдей қылып жағып шығамыз. Одан кейін барып 180 градус қызып тұрған пешке 1 сағатқа немесе 40 минутқа қойсақ болады.
Пахлавамыз піскенге шейін суымыз бен қантымызды араластырып, осылай қайнатамыз. Одан кейін жарты чайная ложка лимонная кислотаны қосып араластырамыз. Біздің сиропымыз 15-20 минутқа шейін қайнау керек, яғни жай отта қайнатасыздар, және осындай прозрачный сәл бұрынғы консистенциясынан қою болу қажет. Міне біздің пахлавамыз пісіп шықты. Беті қатты қызыл емес, осылай ашық сары болып шығады. Одан кейін барып, осы піскен пахлавамыз суығаннан кейін, сиропымыз да суығаннан кейін үстіне құйып шығамыз. Осылай барлық сироптарымызды құйып болғаннан соң барып, таңға шейін немесе 7-8 сағатқа шейін сіңіп тұру қажет. Міне біздің пахлавамыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Менің видеом ұнаса, каналыма жазылып кетіңіздер.